Жалғыз әке ес-түссіз миллионер әйелді тауып алды, және оның қолында оянғанда ол күтпеген сөздерді айтты. Неге мені ұстап тұрсың? Бұл сіз ойлағандай емес, және бұл елдің ең ықпалды әйелі түн ортасында 42-ші қабатта құлап түскенде болады. Ал жалғыз куәгер ол ешқашан байқамаған адам. Бұл бір түнгі үнсіздіктегі бір дыбыс, бір құтқару, және өліп бара жатқан әйелдің сыбыры қалай әлеуметтік баспалдақтың қарама-қарсы ұштарында тұрған адамдардың өмірін өзгертеді, және шынында күш ақшада немесе билікте емес, біреу құлап түскенде жанынан өтіп кетпеуде екенін көрсетеді. Әңгімені бастамас бұрын, бүгін қай жерден көріп отырсыздар, пікірлерде жазыңыздар. Сағат түнгі 12:07 Егор Колесов 38-ші қабаттың холлында еденді жуып жатқан еді. Ол кезде ерекше дыбысты естіді. Бұл лифттің шуы емес, кондиционердің гуілі емес, күзетшілердің қадамы емес, бұл үстінен келген күңгірт, ауыр соққы, біреу немесе бір нәрсе құлап түскен сияқты. Егор тоқтап, швабрасын қысып құлақ түрді. Тыныштық. Ол сағатына қарады. Арзан, шынысында сызық бар. Әйелінің сыйы 3 жыл бұрын ол қайтыс болғанына қарамастан, әлі күнге дейін әр күні тағып жүреді. Сағат түнгі 12:08. Дыбыс қайталанды, бұл жолы қаттырақ және анықтау. Егор швабрасын тастап, баспалдаққа қарай жүгірді. Түнде лифт өшірілетін энергия үнемдеу үшін. Ол баспалдақпен көтерілді. Тез, тынысы үзіліп, жүрегі соғып тұрды. 42-ші қабат тазалаушыларға тыйым салынған. Ол жерде кабинеттер мен топ-менеджерлердің келіссөз залы, корпорацияның аңызға айналған басшысы Аврора Беловаға тиесілі жеке кеңсе бар. Теледидарда көрсететін, газеттерде жазатын, тіпті биліктегілердің өзі қорқатын әйел. Егор ешқашан мұнда көтерілмеген, құқығы жоқ еді, бірақ қазір ережелерге қарайтын уақыт емес. Ол қабаттың есігін ашты. Дәліз бос, ұзын, тек апаттық шамдармен жарықтандырылған. Соңында кабинеттің есігі жартылай ашық. Егор сол жаққа жүгірді, кіріп тоқтап қалды. Еденде үлкен панорамалық терезенің жанында әйел жатты. Қараңғы іскерлік костюмде, ақшыл шаштары мәрмәр еденге шашылып, қолы алға созылып, алақаны ашық. Жанында су құйылған стакан төңкерілген, таблеткалар шашылып жатты. Аврора Белова. Егор оған қарай жүгірді, тізерлей отырып тамыр соғуын тексерді. Әлсіз, бірақ бар. Тынысы беткей, беті бозарып, ерні көгерген. Құдай-ау деп шықты. Одан құдай-ау, құдай-ау. Ол телефонды шығарып, жедел жәрдемді шақырды. Жедел жәрдем тыңдап тұрмыз деп жауап берді дауыс. Әйел ес-түссіз. 42-ші қабат, Аврора Тауэр бизнес орталығы деп тез айтты Егор. Тамыр соғуы әлсіз, тынысы беткей, жанында таблеткалар, дозадан артық қабылдау сияқты. Тез келсеңіздер. Жедел жәрдем шықты, байланыста болыңыз. Егор телефонды қасына қойып, әйелді бүйіріне қарай аударды құсатын болса деп. Тыныс жолдарын тексерді, өзінің курткасымен жапты. Кабинетте суық еді, кондиционер толық қуатта жұмыс істеп тұрды. Аврора күтпеген жерден көзін ашты, толық емес, аз ғана, оған бұлыңғыр көзқараспен қарады. Кім? Кімсіз деп сыбырлады ол. Егормын, мұнда жұмыс істеймін, тазалаушымын. Жедел жәрдем келеді, шыдаңыз. Ол көзін жұмды, ерні қозғалды. Егор жақындатып, есту үшін иілді. Ұлымды алып кетпеңіздер деп сыбырлады ол. Егор қатып қалды. Не? Кімге? Бірақ ол қайтадан есін жоғалтты. Жедел жәрдем 11 минутта келді. Фельдшерлер кабинетке жүгіріп кіріп, Аврораны тез тексерді, тамырға тамшылағыш орнатты, носилкаға ауыстырды. Сіз куәгерсіз бе деп сұрады біреуі Егордан. Иә, мен таптым. Ол не қабылдады? Білмеймін, міне таблеткалар. Егор шашылған капсулаларға көрсетті. Фельдшер бірнешеуін пакетке салды. Қатты ұйықтататын дәрі, қауіпті доза. Аз ғана кешіксек, құтқара алмас едік. Егор үндемеді, іші қысылып тұрды. Олар оны алып кетті. Ол бос кабинетте тұрып қалды. Судан қалған дымқыл дақты, шашылған таблеткаларды, ашық тұрған терезені қарап тұрды. Терезеден тысқары қала шамдармен жарқырап тұрды. Миллион адам ұйықтап жатыр. Олардың өмірін басқаратын әйел 42-ші қабатта өле жаздағанын білмейді. Егор күрсінді, телефонды шығарып, күзет басшысына қоңырау шалды. Алексей Петрович, Колесовпын.
42-ші қабатта оқиға болды. Аврора Белова ауруханаға әкетілді. Басшылыққа хабарлау керек. Не деп дауыс жақтан жарылды. Сен не істеп жүрсің ол жерде? Саған көтерілуге тыйым салынған. Дыбыс естідім, көтеріліп таптым, ес-түссіз жатты, жедел жәрдем шақырдым. Ол тірі. Үнсіздік. Орныңда күт, қазір келемін. Егор телефонды қойып, үстелдің шетіне отырды, әйелінің сағатына қарады. Сағат түнгі 12:43 минут. Жарты сағат бұрын ол жай ғана еден жуып жүрген. Қарапайым түн, қарапайым ауысым. Енді бәрі өзгерді. Қалай екенін білмейді, бірақ өмір жаңа ғана күрт бұрылыс жасады деп сезді. Алексей Петрович 20 минутта келді, онымен қоса қауіпсіздік қызметінің 2 қызметкері. Кабинетке кіріп, бәрін қарап, суретке түсірді, Егорға ондаған сұрақ қойды. Сен еш нәрсеге тимегеніңе сенімдісің бе? Тек бүйіріне аудардым және курткаммен жаптым. Қабатта тағы кім болғанын көрдің бе? Ешкім. Ол таблеткаларды өзі қабылдағанына сенімдісің бе? Егор кернеп қалды. Сіз біреу оған көмектескен деп ойлайсыз ба? Алексей Петрович жауап бермеді, тек ұзақ қарады. Үйіңе бар, Колесов. Ертең келіп сөйлесеміз. Егор бас изеді, курткасын алып, кабинеттен шықты. Баспалдақпен төмен түсті, баяу, ауыр, аяқтары сөйлемей тұрды. Басында Аврораның сөздері айналып тұрды. Ұлымды алып кетпеңіздер. Ол не дегені? Кім оның ұлын алып кеткісі келеді, және неге ол өзін танымайтын адамға айтты? Егор ғимараттан шықты, көше бос, суық. Курткасын түймелеп метроға қарай жүрді. Үйде оны ұлы Антон күтіп тұр, 8 жасар, ақшыл шашты, анасы сияқты, көздері байсалды, өз бөлмесінде плюшевый аюды құшақтап ұйықтап жатыр. Егор кіріп төсек шетіне отырып, ұлын басынан сипады. Әке келді деп сыбырлады. Антон оянбады, бір қалыпты, тыныш тыныс алып жатыр. Егор оған ұзақ қарап тұрды. Аврораның сөздерін есіне түсірді. 3 жыл бұрын, өз ұлын жоғалтудан қорыққанын есіне түсірді. Әйелі ауруханада қайтыс болғанда, дәрігерлер біз барымызды жасадық дегенде, ол төсек басында қолын ұстап тұрып, бұл аяқ екеніне сене алмағанда. Сол кезде ол өзіне уәде берген. Антон ешқашан жалғыз қалмайды, ешқашан оны тастап кеткенін сезбейді. Енді Аврораның сөздерін естіп, ол түсінді. Ол да солдан қорқады, ұлын жоғалтудан қорқады. Егор тұрып, бөлмеден шықты, асүйге отырып, шай қайнатты, телефонға қарады. Оқиға туралы жаңалықтар әлі жоқ, басып тастаған сияқты. Шайын ішіп, ұйықтауға жатты, бірақ ұйықтай алмады. Көз алдында Аврораның беті тұрды бозарған, қорғансыз, теледидардағы темір әйелге мүлдем ұқсамайтын. Сол түні Егор түсінді. Шыңдағы адамдар да құлайды, тек олардың құлауы ешкімге көрінбейді. Таңертең Егор Антонды мектепке апарып, үйге қайтып, ұйықтады. Түстен кейін 3 сағатта оянды. Жаңалықтарға қарады, еш нәрсе. Аврора Белова туралы бір сөз жоқ, оқиға туралы бір сөз жоқ. Таңқаларлық. Ол Алексей Петровичке қоңырау шалды. Алексей Петрович, Колесовпын. Ол қалай? Тірі ме? Тұрақты жағдайда. Басқа білуіңнің қажеті жоқ. Қашан ауысымға шығамын? Үзіліс. Бүгін кешкі 8-де кел. Жұмыс киімінсіз, қауіпсіздік қызметіне. Не үшін? Келгенде білесің. Байланыс үзілді. Егор телефонды қолында ұстап отырды, ішінде мазасыздық көтерілді. Бірдеңе дұрыс емес еді. Кешкі 8-де ол ғимаратқа келді, 5-ші қабаттағы қауіпсіздік қызметіне көтерілді. Оны Алексей Петрович және қатаң бетті, қатаң костюмды 2 ер адам қарсы алды. Отыр, Колесов, деді Алексей Петрович. Егор отырды. Біреуі қалтасын ашты. Егор Сергеевич Колесов, 34 жас, жесір, 2 жыл тазалаушы болып жұмыс істейсің, одан бұрын ұсақ жұмыстар. Әйелі қатерлі ісіктен қайтыс болған, ұлы 8 жаста, жалға алынған пәтерде тұрасың, шетте, қарыз жоқ, соттылық жоқ. Егор үндемей тыңдады. Кеше түнде 42-ші қабатта болдың, онда Аврора Белованы ес-түссіз таптың деп жалғады ер адам. Қайтадан түсіндірші, не істеп жүрсің ол жерде? Дыбыс естідім, тексеруге көтерілдім, таптым, жедел жәрдем шақырдым. Саған сол қабатқа кіруге тыйым салынғанын білесің бе?
Білемін, бірақ көтерілмесем, ол өлер еді. Немесе сен өзің оны сол күйге жеткіздің, және кейін құтқарушы болып ойнадың. Егор шошып кетті. Не? Барлық нұсқаларды тексереміз деп тыныш айтты ер адам, соның ішінде сен таблеткаларды өзің салған болуы мүмкін, содан кейін жедел жәрдем шақырып, батыр болып көрінген. Бұл ақылға қонбайды деп шықты Егордан. Біз тексереміз. Қабаттағы камералар өшірілген, ыңғайлы, иә. Егор үндемеді, іші қайнап тұрды. Тыңда, Колесов деп араша түсті Алексей Петрович, біз сені айыптамаймыз, тек тексереміз. Түсінесің, Аврора Белова өте маңызды адам, егер бірдеңе болса, біз түсінуіміз керек. Пәтеріңді тексерсек, қарсы болмайсың ба? Қарсымын деп қатаң айтты Егор, онда балам бар, оны қорқытпаймын. Костюмді ер адам көзін қысып қарады. Демек, жасыратын бірдеңең бар. Жоқ, бірақ жеке өмірімнің құқығы бар. Тексергілерің келсе, ордермен келіңіздер. Үнсіздік. Алексей Петрович күрсінді. Жарайды, әзірге осылай қалдырайық. Бірақ сен жұмыстан уақытша шеттетілегің. Тексеру аяқталғанша. Қандай негізбен? Ішкі тергеу негізінде. 1 айлық жалақы аласың, бірақ аумаққа келме. Егор тұрып. Түсінікті. Кете аламын ба? Кет. Ол кабинеттен шықты, төмен түсті, көшеге шықты. Ішінде әділетсіздіктен өртеніп тұрды. Ол оның өмірін құтқарды, ал оны өлтіру әрекетіне күдікті етеді. Әлем осылай жұмыс істейді. Егор түнгі қалада жүрді, көкшілердің шамдарына қарады. Жоғарыдағы сол ғимараттардың бірінде өзі құтқарған әйел жатқанын ойлады, және ол оның өмірін төңкергенін білмейтін шығар, немесе білеті де, бәрі бір. Аврора Белова аурухана палатасында көзін ашты. Ақ қабырғалар, тамшылағыш, монитордың тыныш сыңылы. Басы жарылып тұрды, ауызда металл дәмі, денесі сөйлемей тұрды. Ол не болғанын есіне түсіруге тырысты, соңғы естеліктер бұлыңғыр. Кабинет, таблеткалар, су стаканы, жай ұйықтап, оянбауға деген тілек. Содан кейін біреудің қолдары, біреудің дауысы. Шыдаңыз. Бет танымайтын ер адам. Есік ашылып, дәрігер кірді. 50 жас шамасындағы ер адам, ақ халатта, қалта қолында. Аврора Викторовна, жағдайыңыз қалай? Қайдамын деп қарлықты дауыспен сұрады ол. Жеке клиникада түнде әкелді. Ұйықтататын дәрінің дозадан артық қабылдауы. Сізге өте сәттілік болды, уақытында жетті. Аврора көзін жұмды, таблеткаларды есіне түсірді. Екеуін қабылдады, содан кейін тағы екеуін, содан кейін есебінен шықты. Жай ұйықтағысы келді, бірнеше сағатқа ұмытқысы келді. Кім тапты деп сұрады ол. Сіздің компанияңыздың қызметкері, Егор Колесов, тазалаушы. Ол жедел жәрдем шақырып, алғашқы көмек көрсетті. Дәрігерлер айтады, егер ол болмаса, сіз тірі қалмас едіңіз. Тазалаушы. Аврора қабағын түйді, бетті есіне түсіруге тырысты, болмады, тек дауыс. Шыдаңыз. Ол қазір қайда? Білмеймін, сізді алып кеткеннен кейін кетіп қалды. Дәрігер қалтасын үстелге қойды. Аврора Викторовна, маңызды сөйлесу керек. Бұл бірінші рет емес. Жарты жыл бұрын ұйқысыздыққа шағымданып келдіңіз, мен жеңіл дәрілер жаздым. Сіз дозаны 5 есе асырдыңыз. Бұл қауіпті, егер осылай жалғаса берсеңіз, келесі рет соңғы болуы мүмкін. Аврора үндемеді. Сізге көмек керек деп жалғады дәрігер, психолог, терапия, демалыс. Сіз өзіңізді тығырыққа тіредіңіз, ағзаңыз тапсырып жатыр. Мен жақсымын деп кесіп айтты ол. Жоқ, сіз жақсы емессіз, және мұны мойындау керек, әйтпесе нашарлайды. Аврора терезеге қарай бұрылды. Мұнда қанша жатамын? 3 күн, организмді қалпына келтіру керек, мүшелерді тексеру. Менің 3 күнім жоқ, ертең директорлар кеңесі. Кеңес күте тұрады. Жоқ, күтпейді. Дәрігер күрсінді. Онда кемінде 1 күн, және уәде беріңіз, таблеткаларды бақылаусыз қабылдамайсыз. Аврора бас изеді, келіскендіктен емес, одан құтылу үшін ғана. Дәрігер шықты, ол жалғыз қалды, телефонға қарады, 43 өткізілмеген қоңырау, 28 хабарлама, бәрі көмекшілерден, серіктестерден, бәрі бір сұрақ. Қайдасыз, не болды? Аврора бірдеңе жауап бермеді, телефонды өшірді.
Көзін жұмып, ұйықтауға тырысты, бірақ ұйқы келмеді. Оның орнына ойлар ұлы Олег туралы, сот туралы, бұрынғы күйеуі оны алып кеткісі келеді. Ол ұтылып жатыр. Шаршағаны сонша, кейде тапсырған жақсырақ сияқты, бірақ мүмкін емес. Өйткені Олег әлі күресетін жалғыз себеп. Кешке оған адвокат келді. Константин Сергеевич биік, ақ шашты, құжаттар қалтасы қолтығында. Аврора Викторовна, оқиғаны естідім. Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Іс қалай? Ол отырып қалтасын ашты. Жаман. Бұрынғы күйеуі жаңа өтініш берді. Олегтің толық қамқорлығын талап етеді. Сіздің жұмыспен айналысуыңызды, балаға уақыт бөлмейтіндігіңізді, эмоционалдық тұрақсыздықты сылтау етеді. Эмоционалдық тұрақсыздық деп қайталады ол. Иә, жеке детективтер жалдады, ақпарат жинады. Сіз күніне 16 сағат жұмыс істейсіз, ұлыңызды сирек көресіз, көпшілікте бірнеше рет жарылып кеткенсіз, және енді бұл дозадан артық қабылдау. Егер білсе, іс ұтылады. Аврора жұдырығын қысты. Білмейді. Аврора Викторовна, ерте кеш шындық шығады. Дайындалу жақсы. Жоқ, ешкім білмеуі керек, ешкім. Константин Сергеевич күрсінді. Жарайды, бірақ тез әрекет ету керек. Сот 2 аптада, бізге сіздің пайдаңызға дәлелдер керек, сіздің жақсы ана екеніңізді растайтын куәгерлер, тұрақтылық дәлелдері. Бәрін беремін. Онда ертең бастайық. Ол кетті, Аврора жалғыз қалды. Төбеге қарап ойлады. Өмір үздіксіз күреске айналды компания үшін, ол үшін, жай тыныс алу құқығы үшін. Сонша шаршады, кейде жоғалып кеткісі келеді, бірақ мүмкін емес, өйткені егер тапсырса, олар Олегті алып кетеді, және бұны көтере алмайды. Келесі күні Аврораны шығарды, ол өзінің пентхаусына қайтты, 51-ші қабаттағы панорамалық терезелері бар, дизайнерлік жиһазы бар, бос бөлмелері бар үлкен пәтер. Олег мектепте күтуші таңертең алып кеткен. Аврора ұйықтау бөлмесіне кіріп төсекке жатты, тумбочкадағы суретке қарады. Ол және Олег теңізде 2 жыл бұрын, бала күліп тұр, оны құшақтап, ол күліп тұр. Сол кезде бәрі қарапайым еді. Телефон шырылдады, компанияның қауіпсіздік қызметінің нөмірі. Иә деп жауап берді ол. Аврора Викторовна, Алексей Петровичпін. Болған оқиға туралы сөйлесу керек. Не туралы? Сізді тапқан адам туралы, Егор Колесов туралы. Аврора кернеп қалды. Ол қалай? Біз тексеру жүргіздік, оның қауіп төндірмейтініне көз жеткізгіміз келеді. Қандай қауіп? Ол менің өмірімді құтқарды. Мүмкін, ал мүмкін ол өзіңізді сол күйге жеткізген. Біз барлық нұсқаларды тексереміз. Аврора үндемеді. Жарайды, тексеріңіздер, бірақ абайлап. Скандал қаламаймын. Түсіндім, біз сақтықпен әрекет етеміз. Ол телефонды қойды, ішінде мазасыздық көтерілді. Егер шындық шықса ше? Ол өзін-өзі өлтіруге тырысқанын білсе ше? Сот не дейді, бұрынғы күйеуі не дейді? Жоқ, рұқсат бермейді. Аврора Алексей Петровичке қайта қоңырау шалды. Алексей Петрович, сол Колесов үндемеуін қалаймын. Ақша беріңіз, қанша керек болса, құпия сақтау туралы келісімге қол қойдыртыңыз. Түсіндім, жасаймын. Үзіліс. Аврора Викторовна, ол сіздің өміріңізді құтқарды. Сол үшін оны алып тастау керек. Ол тым көп біледі, тәуекел ете алмаймын. Жарайды, айтқанша. Ол телефонды қойып, ұлының суретіне қарады. Кешір, бірақ сені жоғалта алмаймын деп сыбырлады. 2 күннен кейін Егорды қауіпсіздік қызметінің кеңсесіне шақырды. Алексей Петрович оған конверт ұсынды. Бұл жұмыстан шығаруға өтемақы, 3 айлық жалақы. Егор алмады. Не үшін жұмыстан шығару? Аврора Викторовна солай жақсы болады деп шешті. Кім үшін жақсы? Алексей Петрович күрсінді. Тыңда, Колесов, сен жақсы адамсың, оны құтқардың, бірақ ол сен көргеніңді айта бастайсың деп қорқады. Ал қазір оған бұл керек емес, сот істері, баспасөз, дұшпандар, түсінесің бе? Жоқ, түсінбеймін. Мен оның өмірін құтқарғанмын, ал ол мені жұмыстан шығарады. Әлем осылай жұмыс істейді. Ақшаны алда, тыныш кет, әйтпесе проблемалар болады. Егор конвертке, содан кейін Алексей Петровичке қарады. Оған айтыңыз, мен оның ақшасын алмаймын және ешқандай қағазға қол қоймаймын.
Егер айтудан қорқатын болса, қорықпасын, мен басқалардың құпияларымен сауда жасамайтын адаммын. Ол бұрылып шықты. Алексей Петрович оның артынан басын шайқап қарап тұрды. Кешке Егор Антонды мектептен алып, үйге қарай жаяу жүрді, метроға дейін. Әке, сен енді жұмыс істемейсің бе деп сұрады бала. Жоқ, күншығым жұмыстан шығарды. Неге? Өйткені мен дұрыс деп ойлағанымды істедім, ал оларға ұнамады. Антон ойланып қалды. Ана айтатын, дұрыс нәрселер әрқашан адамдарға ұнамайды. Егор тоқтап, ұлының алдына тізерлей отырды. Анаң дұрыс айтқан, және біз дұрыс нәрселерді істейміз, тіпті қиын болса да. Келісеміз бе? Келісеміз деп бас изеді Антон. Олар әрі қарай жүрді, Егор әйелі дұрыс болғанын ойлады. Ол әрқашан айтатын. Ар-ұждан таза болатындай өмір сүр, қалғаны келеді. Ол осылай өмір сүріп, жұмысынан айырылды, ақшасынан айырылды, ертеңгі күнге сенімінен айырылды, бірақ ар-ұждан таза еді, және бұл бәрінен маңызды шығар. Бір аптадан кейін Егор жаңа жұмыс тапты, сауда орталығында түнгі күзетші, жалақысы аз, графигі нашар, бірақ таңдау жоқ еді. Антон бейімделді, әкесі неге таңертең ғана үйге келетінін сұрауды қойды, жай мектеп алдында қаттырақ құшақтады. Бір күні кешке Егор ауысымға дайындалып тұрғанда телефон шырылдады, бейтаныс нөмір. Алло, Егор Колесов па? Әйел дауысы, қатаң, суық. Иә. Бұл Аврора Белова. Егор қатып қалды. Тыңдап тұрмын. Мен сізбен кездесуім керек. Ертең күндізгі 2 сағатта Тверскаядағы Мечта кафесінде. Келесіз бе? Неге? Болған оқиға туралы сөйлесу. Егор үндемеді. Жарайды, келемін. Кездескенше. Ол телефонды қойды. Егор телефонды қолында ұстап тұрып, не болып жатқанын түсінбеді. Неге қоңырау шалды? Неге кездесу? Оған одан не керек? Жауап білмейді, бірақ баруды шешті, өйткені оның көзіне қарап, неге мені жұмыстан шығардыңыз? Неге рахмет айтпадыңыз? Неге сіз үшін мен қауіпмін, сіздің өміріңізді құтқарған адам? Деп сұрағысы келеді. Ертең жауаптар алады немесе олардың жоқ екенін біледі. Келесі күні Егор кафеға белгіленген уақыттан 10 минут бұрын келді. Терезе жанында отырып, шай тапсырыс берді. Дәл 2 сағатта кафеға Аврора Белова кірді, биік, сымбатты, қатаң сұр костюмде, мінсіз шаш үлгісінде, суық бетте. Ол айналаға қарап, Егорды көріп, жақындады. Сәлеметсіз бе деп құрғақ айтты ол. Сәлеметсіз бе деп жауап берді Егор. Ол қарсы бетке отырды, еш нәрсе тапсырыс бермеді, жай оған ұзақ, зерттей қарады. Мені есіңізде сақтамайсыз ба деп ақыр айтты ол. Есімде, сіз еденде жаттыңыз, мен жедел жәрдем шақырдым. Сіз менің өмірімді құтқардыңыз. Мен сізді жұмыстан шығарттым. Егор бас изеді. Аврора көзін төмен салды. Мен кешірім сұрауға келдім деп тыныш айтты ол, сіз мұны лайықсызсыз. Сіз дұрыс дедіңіз, ал мен қорқып қалдым. Неден? Ол көзін көтерді. Сіз мені әлсіз көргеніңізден, шындықты білетініңізден айтып қоюыңыз мүмкін, және бұл жылдар бойы құрғанымды құртады. Егор үндемеді. Менде ұлым үшін соттық күрес жүріп жатыр деп жалғады ол, бұрынғы күйеуім оны алып кеткісі келеді. Егер ол таблеткалар қабылдағанымды білсе, ол ұтады, және мен Олекті жоғалтамын. Дауысы дірілдеді. Мен оны жоғалта алмаймын, ол әлі тұрып тұрған жалғыз нәрсем. Егор оған қарап тұрды, суық миллиардершаны емес, қорыққан ананы көрді. Мен ешкімге айтпаймын деп тыныш айтты ол, ешқашан. Аврора таң қалып қарады. Неге? Өйткені бұл менің ісім емес. Мен жай көмектестім, қалғаны сіздің өміріңіз. Ол ұзақ үндемеді. Сіз басқаларға ұқсамайсыз деп ақыр айтты ол. Жай әйелім үйреткендей өмір сүремін. Басқалардың ісіне араласпа, көмектесең көмектес, керек болса үндеме. Сіздің әйеліңіз ақылды әйел болған. Болды деп бас изеді, Егор 3 жыл бұрын қайтыс болды. Аврора көзін төмен салды. Кешіріңіз. Ештеңе етпейді, өмір жалғасады. Менде ұл бар, оның үшін өмір сүремін. Олар үндемей отырды.
Егор деп тыныш айтты. Аврора, мен сізді жұмысқа қайта алып, жоғарылауды қалаймын және ресми кешірім сұраймын. Егор басын шайқады. Керек емес, мен басқа жұмыс таптым. Бірақ ол жерде аз төлейді. Білемін, бірақ мен қайда мені қауіп деп санаған жерге қайтқым келмей. Аврора бас изеді. Түсінемін. Онда кемінде ақшамен өтеуге рұқсат етіңіз, көмекпен, немен болса да. Керек емес деп қайталады Егор, мен сізді сыйақы үшін құтқармадым. Ол тұрып. Менің кетуім керек, ұлымға сабақпен көмектесу керек. Аврора да тұрды. Егор, күтіңіз. Ол бұрылды. Рахмет деп тыныш айтты ол, жанынан өтіп кетпегеніңіз үшін, және үндемегеніңіз үшін. Егор бас изеді. Ұлыңызды сақтаңыз, ол сізге барлық империяңыздан маңыздырақ. Ол кафенен шықты. Аврора тұрып қалып, оның артынан қарап тұрды. Көп жылдан бері бірінші рет ешнәрсе қаламайтын адамды кездестірді, және бұл қорқытты. Өйткені мұндай адамдар болмайды, немесе ол оларды көруді ұмытқан. 2 апта өтті. Аврора жұмысқа қайтты. Кеңестер, келіссөздер, келісімдер, бәрі әдеттегіше, бірақ ішінде бірдеңе өзгерді. Ол Егор Колесов туралы ойлауды қоя алмады, оның сөздері. Ұлыңызды сақтаңыз, ол сізге барлық империяңыздан маңыздырақ. Ешкім оған мұндай айтпаған, бәрі ақша, билік, стратегия туралы айтады, ал ол ұлы туралы, және дұрыс. Олег шынында бәрінен маңызды, бірақ ол оны сирек көреді. Түнге дейін жұмыс істейді, сапарларға барады, мектеп мерекелерін өткізіп жібереді. Бала күтушімен өсіп жатыр, көруге үлгермейтін суреттер салады, жауап беруге уақыты жоқ сұрақтар қояды. Бір күні кешке Аврора әдеттегіден ерте келді. 8-де, Олег үстел басында сабақ істеп отыр, оны көріп, тұрып кетті. Ана, сен ерте келдің. Иә, күн шығым, үйде жұмыс істеуді шештім. Бала оны қатты құшақтады. Аврора оны өзіне қысып көзін жұмды, ішінде бірдеңе еріп жатқанын сезді. Ана, саған суретімді көрсетемін бе деп сұрады Олег. Әрине. Ол бөлмесіне жүгіріп барып, қағаз парағымен қайтты. Онда үй, ағаштар, 2 адам үлкен және кішкентай салынған. Бұл біз, екеуміз дачада, есіңде ме, жазда болғанбыз. Аврора бас изеді, есіне түсірді. 1 апта телефонды өшіріп, жай ұлымен болған. Есімде күн шығым, өте әдемі салғансың. Мен қайта барғым келеді деді Олег, жай екеуміз, жұмыссыз, телефонсыз. Болады ма? Аврора оған қарады, көзінде сонша үміт бар еді. Болады деп тыныш айтты ол, уәде беремін, жақында барамыз. Олег жарқырап кетті. Рас па? Рас. Ол қайта құшақтады. Аврора оның басын сипады, терезеге қарады. Шыныдан тысқары қала шамдармен жарқырап тұрды. Миллион адамдар өз өмірлерімен өмір сүріп жатыр, ал ол шыңда, өз мұнарасында отыр, және енді ғана шыңдағы жалғыздықтың ең қорқынышты екенін түсінді. Түнде Аврора ұйықтай алмады, жатып төбеге қарап тұрды. Таблеткалар тумбочкада жатты, бірақ оларға тимеді. Дәрігерге уәде берген, өзіне уәде берген. Тұрып террасаға шықты. Төменде қала тыныс алып, өмір сүріп қозғалып тұрды. Суық жел шашын ұшырып тұрды. Аврора перил жанында тұрып төменге қарап тұрды. Биіктік қорқытты, бірақ бір мезгілде тартып тұрды. Секірмеңіз. Ол шошып бұрылды. Террасада Егор Колесов тұрды. Мұнда не істеп тұрсыз деп шықты одан. Жұмыс істеймін, осы ғимаратта күзетші болып жалдандым, шатырда дежурмын. Аврора үндемеді, не айтарын білмеді. Егор жақындады. Сіз түнде мұнда жиі тұрасыз ба? Кейде ұйықтай алмағанда. Түсінемін, менде де болады. Олар қатар тұрып, үндемеді, жел күшейді. Егор деп тыныш айтты. Аврора, сіз биіктіктен қорқасыз ба? Қорқамын, бірақ төмен қарамауды үйрендім. Ал қайда қарау керек? Алға немесе жоғары, жұлдыздарға мысалы. Аврора басын көтерді, жұлдыздар жоққа жақын еді, қала тым жарқын. Мұнда олар көрінбейді деді ол. Демек, көрінетін жерге бару керек. Менде баруға уақыт жоқ. Әрқашан уақыт табуға болады, мәселе басымдықта. Аврора оған қарады. Сіз әрқашан осылай тік айтасыз ба, бұрмалаусыз? Әрқашан өмір өтірік үшін тым қысқа. Ол күлді. Сіз мен сөйлесетін адамдарға ұқсамайсыз.
Мүмкін басқа адамдармен сөйлесу керек шығар. Аврора ойланып қалды. Ол дұрыс, оның айналасындағылардың бәрі оның естігісі келгенін айтады, мақтайды, келіседі, бағынады. Ешкім шындық айтпайды, ал Егор айтады. Өзіңіз туралы айтып беріңізші деп өтінді ол, әйеліңіз туралы, ұлыңыз туралы, қалай өмір сүріп жатқаныңыз туралы. Егор Перилге сүйеніп. Әйелімнің аты Ольга еді, институтта таныстық, ол мұғалім болуға оқыды, мен инженерге, аяқтамадым, жұмысқа кірдім, ақша керек болды. Ерте үйлендік, Антон дүниеге келді. Қиын болды, бірақ бақытты. Ол үндемей қалды. Содан Ольга ауырып қалды, қатерлі ісік, кеш саты. Дәрігерлер 1 жыл, мүмкін 2 жыл деді. Ол 1,5 жыл өмір сүрді, соңына дейін күресті. Антонның мектепке баруын көргісі келді, үлгерді. Дауысы дірілдеді. 1 қыркүйектен 1 апта өткен соң қайтыс болды. Антонға 5 жас еді, анасы қайтып келмейтінін түсінбеді. Күнде қашан келеді деп сұрайтын, мен не айтарымды білмейтінмін. Аврора іші қысылып тұрғанын сезді. Өте өкініштім. Мағанда деп бас изеді Егор, бірақ өмір тоқтады. Антон өсіп жатыр, жұмыс істеу керек, тамақтандыру, киіндіру, оқыту. Тазалаушы болып жұмысқа тұрдым, график ыңғайлы, түнде жұмыс, күндіз ұлыммен. Жалақы аз, бірақ жетеді, қарапайым өмір сүреміз, бірақ біргеміз. Ол оған қарады. Ал сіз өзіңіз туралы айтып беріңізші, күйеуіңіз туралы, ұлыңыз туралы. Аврора үндемеді, содан кейін. Күйеуім бұрынғы күйеуім, 3 жыл бұрын ажырастық. Ол менің мансабымды көтере алмады, жұмысты отбасынан артық сүйесің деп айтатын, мүмкін дұрыс шығар. Мен шынында көп жұмыс істедім, компания құрдым, әйел басқаралады деп бәріне дәлелдедім, үйде күтіп тұрғандарды ұмыттым. Дауысы тыныш болды. Олег менде қалды, бұрынғы күйеуім сол кезде қарсы болмады, бірақ қазір алып кеткісі келеді, мен нашар анамын дейді, балаға уақыт бөлмеймін, Олег жалғыз өсіп жатыр дейді, және дұрыс. Мен нашар анамын. Жоқ деп қарсы шықты Егор, сіз нашар емессіз, шаршағансыз, бұл басқа. Аврора таң қалып қарады. Сіз қалай айта аласыз, мені білмейсіз. Білемін, сіздің көздеріңізде, Ольганың өлімінен кейін айнадан көргенімді көрдім. Жалғыздық қорқынышы, шаршау. Сіз жалғыз күресіп жатсыз, тым ұзақ, және ағза тапсырып жатыр. Аврора бұрылып көз жасы келді. Басқаша қалай өмір сүруді білмеймін деп сыбырлады ол, маған күшті болуды, әлсіздік көрсетпеуді, бәрін бақылауды үйретті. Мен жай адам болуды ұмыттым. Егор жақындады. Онда қайта үйреніңіз, кішіден бастаңыз. Бір күні ұлыңызбен телефонсыз, жұмыссыз өткізіңіз, жай қасында болыңыз. Бұл әлсіздік емес, бұл күш. Аврора оған қарады, көзінде жалост емес, түсіністік бар еді. Сіз шынында осылай ойлайсыз ба? Иә, әйелім айтатын. Күш құламауда емес, тұрып, әрі қарай жүруде. Аврора бас изеді. Ақылды әйел болған. Болды деп тыныш айтты Егор. Олар үндемей тұрды, жел басылды, төмендегі қала ұйықтап жатты. Егор деп кенет айтты, Аврора, жеке сұрақ қоя аламын ба? Әрине. Сіз жалғызсыз ба? Ол ойланып қалды. Физикалық тұрғыдан иә, ұлыммен жалғыз тұрамын, бірақ жалғыздық сезбеймін. Антон қасымда, Ольганың естелігі қасымда, бұл толтырады. Сізге қайта біреумен болғыңыз келмей ме? Егор оған ұзақ қарады. Кейде келеді, бірақ жалғыз болмау үшін емес, өмірді бөлісу үшін қуанышты, ауыртпалықты, үнсіздікті. Егер мұндай адам тапсам, бақытты боламын, таппасам осылай өмір сүремін. Аврора көзін төмен салды. Мен сізге қызғанамын. Неге? Өйткені сіз не қалайтыныңызды білесіз, ал мен жұмыссыз, атақсыз, биліксіз кім екенімді түсінбеймін. Егор жақындап. Білгіңіз келсе, тоқтаңыз, кемінде 1 күн телефонды өшіріңіз, Олегпен уақыт өткізіңіз, өзіңізді оның көзімен көріңіз, мүмкін ұзақ жоғалтқан нәрсеңізді көресіз. Аврора оған қарап тұрды, ішінде бірдеңе дірілдеді. Мен тырысамын деп тыныш айтты ол. Онда ертең бастаңыз. Ол бас изеді. Егор сағатына қарады. Маған айналымды жалғастыру керек, сізге де ұйықтау керек. Иә. Сөйлескеніңіз үшін рахмет. Ештеңе етпейді.
Қиын болса, осында келіңіз, мен әр түнде дежурмын. Ол кетті. Аврора террасада тұрып қалды. Көп жылдан бері бірінші рет жалғыз емес екенін сезді. Түсінетін біреу бар, соттамайтын, жай қасында болатын. Бұл таңқаларлық, қорқынышты және бір мезгілде жылы еді. Келесі күні Аврора жылдар бойы істемегенін істеді. Телефонды өшірді, таңертең Олекті оятты. Өз қолымен таңғы ас дайындады, қисық шыққан жұмыртқа, бірақ бала қуанып жеді. Ана, бұны сен дайындадың ба деп сұрады ол. Иә, күншығым, дәмді ме? Дайындайық тағы. Аврора күлді. Дайындайық. Олар күні бойы бірге болды. Саябақта серуендеп, каруселге мініп, үйректерге тамақ беріп, Олег күліп, жүгіріп, әр 10 минут сайын құшақтады. Ана, сенмен осылай жақсы, деді ол, күнде осылай болайық. Аврора оған қарап тұрды және түсінді. Міне ол, өмір сүруге тұрарлық нәрсе келісімдер үшін емес, ақша үшін емес, билік үшін емес, осы күлкі үшін, осы құшақ үшін, өз балаңа қажет болу үшін. Кешке Олег ұйықтағанда Аврора телефонды қосты. 123 өткізілмеген қоңырау, 84 хабарлама, бәрі шұғыл, бәрі маңызды. Бірнешеуін оқып, телефонды қойып, бірінші рет ойлады. Ал бұл маңызды емес ше. Түнде ол қайта террасаға шықты. Егор әдеттегідей дежур еді. Күніңіз қалай өтті деп сұрады ол. Соңғы жылдардағы ең жақсысы деп мойындады ол. Демек, дұрыс істедіңіз. Аврора жақындады. Егор, осында кейде келіп, сөйлесе аламын ба? Ол бас изеді. Әрине, мен әр түнде осындамын. Рахмет. Олар үндемей тұрды, қалаға қарап тұрды. Екі жалғыздық биікте тым көп жоғалтқан екі адам, қайта сенуді үйреніп жатқан екі жүрек, және олардың арасында жаңа бірдеңе туып жатты. Әлі махаббат емес, жоқ, бірақ байланыс, тыныш, терең, шынайы, кез келген таблеткадан күшті құтқаратын. Аврора мұны сезді және қорықты, өйткені бәрін бақылауға үйренген. Ал бұл бақылауға келмейді, бірақ көп жылдан бері бірінші рет бақылағысы келмеді, жай өзін шынайы көріп, бұрылмаған адамның қасында болғысы келді. Бір ай өтті. Аврора графигін өзгертті, енді түн ортасында емес, кешкі 7-де кеңседен шығады, демалыс күндері Олегпен өткізеді, жұмысты үйге әкелуді қойды. Директорлар кеңесі байқады және мазасызданды. Келесі кеңесте Ричард Давыдов, төрағаның орынбасары, суық көзді, темір ұстаған адам, тік айтты. Аврора Викторовна, сіздің тиімділігіңіз төмендеп жатыр. Маңызды кездесулерді өткізіп жібересіз, сапарлардан бас тартасыз, шешімдерді делегерлейсіз. Не болып жатыр? Аврора оған тыныш қарады. Мен процестерді оңтайландырып жатырмын, командаға сенуді үйреніп жатырмын. Бұл жаман ба? Жаман, егер бас директор бақылауды жоғалтса, деп қарсы шықты Ричард. Компания сіздің толық қатысуыңызды талап етеді, жартылай емес. Компания нәтижелер алады, көрсеткіштер түспеді, пайда өсіп жатыр. Проблема қайда? Ричард көзін қысып. Проблема сіздің өзгеруіңізде, инвесторлар өзгерістерді ұнатпайды. Аврора тұрып. Онда инвесторлар басқа директор тапсын, мен енді өмірімді есептегі сандар үшін құрбан етпеймін. Ол залдан шықты, артында ауыр үнсіздік ілініп тұрды. Ричард баяу күлді. Ол өзі бізге карталарды берді. Сол кеште Ричард тар топ жинады. 3 кеңес мүшесі, 2 ірі акционер, жеке детектив. Бізде мүмкіндік бар деп бастады ол, Аврора Белова ұстауын жоғалтып жатыр, басымдықтарын өзгертеді. Біз мұны пайдалана аламыз, оның жеткіліксіздігіне дәлел жинап, төтенше жиналыс шақырып, оны орнынан түсіреміз. Қандай негізбен деп сұрады бір акционер. Көрсеткіштер қалыпты. Көрсеткіштер иә, бірақ психикалық жағдайы жоқ. Ричард қалтасын шығарып, үстелге қойды. Бір ай бұрын ауруханаға түсті, ұйықтататын дәрінің дозадан артық қабылдауы. Ақпаратты басқан, бірақ мен медициналық жазбаларды таптым, міне. Бәрі еңкейіп оқыды. Сондай-ақ ол үшін соттық күрес жүріп жатыр. Бұрынғы күйеуі эмоционалдық тұрақсыздық деп айыптайды. Куәгерлер бар, жазбалар. Егер кеңеске ұсынсақ, іс тез шешіледі. Бірақ бұл жеке өмір, араласа алмаймыз деп қарсы шықты басқа акционер. Араласа аламыз, егер компанияға әсер етсе, ал әсер етеді.
Ірі мәмілелерден бас тартады, жұмыс күнін қысқартады, маңызды келіссөздерді өткізіп жібереді. Бұл күйіп қалу, депрессия, басқаруға қабілетсіздік белгілері. Ричард орындыққа шалқайып: «Бізде келесі жиналысқа 2 апта бар. Осы уақытта максимум дәлел жинаймыз». Детектив оны қадағалайды, барлық күдіктіні жазады. Содан кейін кеңеске ұсынамыз. Аврора кетеді, және мен оның орнына отырамын. Бәрі бір-біріне қарасты. «Сен сенімдісің бе, бұл жұмыс істейді?» деп сұрады біреуі. «Толық» деп суық жауап берді Ричард. «Күштілер өздері құламайды, оларды итеру керек». Егор қастандық туралы кездейсоқ білді. Ол шатырда дежур еді, қабаттарда айналып жүрді. 45-де, келіссөз залы бар жерде, есіктен шыққан дауыстарды естіді. Тоқтап құлақ түрді. «Біз дәлел жинаймыз. Дозадан артық қабылдау, сот ісі, ол шыдамайды». Ричардтың дауысы, Егор оны бірден таныды, холда бірнеше рет көрген. Ол тыныш жақындап, телефонды шығарып, диктофонды қосты, сөйлесуді жазды. 10 минут керектің бәрі. Дауыстар басылғанда Егор тез кетті, террасаға түсіп, орындыққа отырып, жазбаны қайта тыңдады. Ішінде қайнап тұрды. Олар оны құртуға тырысады, оның әлсіздігін, ауыртпалығын, өткенін пайдаланып. Егор телефонды қысып: «Мен не істей аламын? Мен ешкім емеспін, күзетшімін, кім мені тыңдайды?» деп ойлады. Бірақ содан кейін әйелінің сөзін есіне түсірді. «Егер көмектесе алсаң көмектес, тіпті қиын болса да». Ол көмектесе алады және міндетті. Келесі күні Егор Аврорамен кездесуді өтінді. Хатшы таң қалды, бірақ хабарлады. Кешке Аврора өзі қоңырау шалды. «Егор, кездескіңіз келді ме?» «Иә, шұғыл, маңызды». «Жарайды, ертең кешкі 6-да менің кеңсеме келіңіз». «Боламын». Келесі күні Егор Аврораның кеңсесіне дәл 6-да келді. Ол үстел басында құжаттарға қол қойып отырды, оны көріп тұрды. «Сәлеметсіз бе, Егор, отырыңыз». «Сәлеметсіз бе?» Ол отырып телефонды шығарды. «Аврора Викторовна, мен кездейсоқ сөйлесуді естідім, жазып алдым. Сізге тыңдау керек». Ол жазбаны қосты. Аврора үндемей тыңдады, беті әр секунд сайын тасқа айналды. Жазба біткенде ол баяу орындыққа шалқайып: «Ричард» деп тыныш айтты ол. «Мен оның күтіп тұрғанын білдім, бірақ сонша төмен түседі деп ойламадым». «Не істейсіз?» деп сұрады Егор. «Білмеймін» деп мойындады ол. «Олар дұрыс, менде шынында дозадан артық қабылдау болды. Ұлым үшін сот бар, егер кеңеске ұсынса ұтыламын. Бірақ сіз өзгердіңіз, 1 ай бұрынғы емессіз». Аврора оған қарады. «Бұл маңызды емес, өткенді жоя алмайсың». Егор алға еңкейді. «Онда күресіңіз, оларға жеңіс бермейсіз, сіз ойлағаныңыздан күштісіз». «Мен күресуден шаршадым» деп тыныш айтты ол. «Дәлелдеуден шаршадым, мүмкін компанияны өткізу керек шығар, Олекпен көбірек уақыт өткіземін, бұл жаман емес». «Жоқ» деп қатаң айтты Егор. «Егер қазір кетсеңіз, олар ұтады, Олег анасының тапсырғанын көреді, сіз мұны қаламайсыз». Аврора үндемеді. «Не ұсынасыз?» «Оларды оперет, кеңестің төтенше жиналысын шақырыңыз, шындықты өзіңіз айтыңыз. Дозадан артық қабылдау туралы, сот туралы, өзгергеніңіз туралы, жасырынбайтындай күшті екеніңізді, қателіктеріңізді мойындайтындай күшті екеніңізді көрсетіңіз». Аврора ойланып қалды. «Бұл тәуекел». «Иә, бірақ үндемесеңіз, олар бәрібір айтады, тек өз нұсқаларында, ал осылай сіз нарративті бақылайсыз». Ол оған ұзақ қарады. «Сіз шынында бұл жұмыс істейді деп ойлайсыз ба?» «Иә, адамдар шындықты сыйлайды, тіпті ыңғайсыз болса да». Аврора бас изеді. «Жарайды, тырысамын». 2 күннен кейін Аврора директорлар кеңесінің төтенше жиналысын шақырды. Бәрі келді, таң қалып. Ричард кернеген бетпен отырды, мұндай қадам күтпеген. Аврора үстел басында тұрып: «Мен сіздерді шындықты айту үшін жинадым» деп бастады ол. 1 ай бұрын ауруханаға түстім, ұйықтататын дәрінің дозадан артық қабылдауы. Бұл өзін-өзі өлтіру әрекет емес, қате болды. Шаршап, таблеткаларды көп қабылдадым, есептемедім. Мені құтқарды, және мен осылай жалғастыру мүмкін емес екенін түсіндім. Залда шу көтерілді.
Сондай-ақ олым үшін соттық іс бар деп жалғады Аврора. Бұрынғы күйеуім қамқорлықты талап етеді, мені нашар ана деп айыптайды. Және бір жағынан дұрыс, мен жұмысқа отбасынан көбірек уақыт бөлдім. Бірақ мен өзгеремін, ана болуды үйреніп жатырмын, және бұл мені әлсіз етпейді, күшті етеді. Ричард тұрып: Аврора Викторовна, сіз жаңа ғана компанияны басқаруға қабілетсіз екеніңізді мойындадыңыз. Жоқ деп қарсы шықты ол. Мен қатты қысқанымды мойындадым, бірақ қазір тиімді жұмыс істеуді білемін, өмірімді құрбан етпей. Нәтижелер мұны дәлелдейді. Пайда өсті, процестер оңтайланды, команда жақсы жұмыс істейді, өйткені делегерлеуді үйрендім. Ол Ричардқа тік қарады. Сіз менің өткенімді маған қарсы пайдаланғыңыз келді, дәлел жинадыңыз, қастандық жоспарладыңыз, бірақ мен опер едім, өйткені күштілер шындықтан жасырынбайды, оны қабылдайды. Ричард бозарып: Қайдан білесіз? Менде сіздің сөйлесуіңіздің жазбасы бар, тыңдайсыз ба? Ол диктофонды қосты. Ричардтың дауысы залды толтырды. Күштілер өздері құламайды, оларды итеру керек. Жазба біткенде залда өлі тыныштық болды. Төраға седой шашты қария тұрып: Ричард Григорьевич, бұл рас па? Ричард үндемеді. Жауап беріңіз. Иә деп зорға шығарды ол. Бірақ мен компания мүддесі үшін әрекет еттім. Өзіңіздің мүддеңіз үшін деп суық айтты төраға. Сіз жұмыстан шығарылдыңыз қазір. Ричард күрт тұрып қалтасын үстелге лақтырды. Сіз өкінесіз деп ол Аврораға лақтырды және шықты. Аврора оның артынан қарап тұрды, ішінде дірілдеп тұрды, бірақ ұстады. Төраға оған бұрылды: Аврора Викторовна, сіздің шыншылдығыңыз құрметке лайық. Кеңес сізді қолдайды, жұмысты жалғастырыңыз, бірақ өзіңізге қараңыз, біз мұндай директорды жоғалтқымыз келмейді. Ол бас изеді. Рахмет. Жиналыс бітті, бәрі тарады. Аврора кабинетте жалғыз қалды, креслоға отырып, бетін қолдармен жауып, тыныш жылады жеңілдіктен, шаршаудан, шыдағаннан. Телефон дірілдеді. Егордан хабарлама. Сіз молодец, сізбен мақтанамын. Аврора көз жасынан күліп жіберді. Түнде ол террасаға шықты. Егор әдеттегідей дежур еді. Рахмет деді ол, сізсіз шыдамас едім. Ол оған қарады. Сіз өзіңіз шыдадыңыз, мен жай құрал бердім. Ол жақындады. Егор, сіз мені екінші рет құтқардыңыз, біріншісі физикалық, екіншісі моральдық. Ол оған қарады. Демек, біз теңбіз. Сіз де маған көмектестіңіз. Қалай? Шыңдағы адамдарда адам екенін көрсеттіңіз, өз қорқыныштарымен, ауыртпалығымен, әлсіздігімен. Бұл естен шығармау маңызды. Аврора күлді. Сіз таңқаларлық адамсыз, Егор Колесов. Сіз де Аврора Белова. Олар қатар тұрып, қалаға қарап тұрды. Олардың арасында енді қабырғалар жоқ, тек тыныштық, жылы, сенімді, және екеуі де өмірлері мәңгі өзгергенін білді. 3 ай өтті. Аврора Олег үшін сотты ұтты. Бұрынғы күйеуі оның өзгергенін көріп шегінді. Енді бала онымен бірге тұрады. Бақытты, назар аударылған. Компания тұрақты жұмыс істейді. Аврора тапсырмаларды көбірек делегерлейді. Командаға сенеді, үйге уақытында барады. Пайда түспеді, керісінше өсті. Егор күзетші болып жұмыс істеуді жалғастырды. Олар әр түнде террасада кездеседі. Өмір туралы, балалар туралы, өткен туралы сөйлеседі, жақындай түседі. Бір күні кешке Аврора сұрады: Егор, неге басқа жұмыс іздемейсіз? Сіздің тәжірибеңізбен көбірек ақша табуға болады. Ол күлді. Мүмкін маған осында шатырда дежур болу ұнайтын шығар, сізбен сөйлесу. Ол үндемеді, содан кейін тыныш. Маған да ұнайды. Егор оған қарады. Аврора, жеке сұрақ қоя аламын ба? Әрине. Сіз қазір бақыттысыз ба? Ол ойланып қалды. Білесіз бе, бақыт деген не екенін нақты білмеймін, бірақ көп жылдан бері бірінші рет ертеңгі күннен қорықпаймын, және бұл көп. Егор бас изеді. Демек, сіз дұрыс жолдасыз. Бір аптадан кейін Аврора оған компанияда лауазым ұсынды: персоналмен жұмыс директоры, лайықты жалақы, ыңғайлы график, адамдарға көмектесу мүмкіндігі. Егор келісті, ақша үшін емес, оған жақын болу үшін.
Олар бірге жұмыс істей бастады. Ол оған адамдарды көруді үйретті, сандарды ғана емес, ал ол оған басқаруды, стратегияны, келіссөздерді үйретті. Бір-бірін толықтырды. Антон мен Олег дос болды, бірге ойнады, сабақ істеді, күлді. Bir күні Олег сурет салды. Қатар 2 үй, 4 адам қол ұстасып тұр. Бұл біз деп түсіндірді ол, бірге. Аврора суретке қарап, содан кейін Игорға қарады, ол күлді. Әдемі. Иә деп тыныш айтты ол. Сол күні олар қайта террасада тұрды, қала шамдармен жарқырап тұрды, жел жылы еді. Игор деп кенет айтты Аврора, сол түнді есіңде сақтайсың ба, мені тапқан кезде? Есімде. Сіз менің өмірімді құтқардыңыз, 2 рет. Ол күлді. Жоқ, сіз өзіңізді құтқардыңыз, мен жай жанынан өтіп кетпедім. Аврора оның қолын алды. Өтіп кетпегеніңіз үшін рахмет. Ол оның маңдайынан сүйді. Қалғаныңыз үшін рахмет. Олар отырып күн батқанын қарап тұрды, балалардың күлкісін естіді, бір-бірінің жылуын сезді. Өмір енді күрес емес, жалғыздық емес, өмір мәңгі жалғасатын таң атқан сияқты болды, өйткені олар жалғыз қалудан қорқып емес, қуанышты бөлісуден бірге болуды таңдады, және бұл күштірек.